Барлықтарыңа ассалам достар, сендермен видео артында отқан мен Нурик және де видеолікке жол рубрикасының екінші бөліміне қош келдіңіздер. Алдыңғы видеода мен видеолікке жол рубрикасында өзіме мақсат қоюды ұмытып кеттім. Бүгінгі видеода мен өзіме мақсат қоятын боламын. Өздерің көріп тұрғандай, бұл менің Таганрог серверіндегі мақсаттарым. Алдағы, яғни осы мақсаттардың бәрін істемей, осы Таганрог серверінен жалпы осы видеолікке жол рубрикасын бітірмеймін десем де болады. Бүгінгі видеодан бастап мен өз подписчиктерімді өзімнің каналыма, яғни осы YouTube видеоларыма салым келіп отыр. Оны қалай саласың десеңдер, мен сендердің үздік комментарияларыңды осы ютубыма салатын боламын. Мінекей бұл алдыңғы видеодағы, яғни видеолікке жол рубрикасының бірінші бөлімдегі топ комментариялар, және сен де өзіңнің комментарияларыңды менің видеомнан көргің келсе коммент жаз. Егер де менімен бірге Blackrush ойналарың келсе, бірақ ойынды қалай жүктеуін білмесеңдер, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Blackrush'дан жазып, және ойын жүктеп болғаннан кейін Таганрог серверіне кіріп, және ойынға кім шақырды деген жерге менің никімді жазатын болсаң, яғни Нурик ютубер, 3-ші левел жеткен кезде үлкен бонустар беретін болады. Қазір мен фракцияға залететь ету үшін, яғни квест орындау үшін, плюс өзім заработать ету үшін осы военкоматқа келіп жатырмын. Осы жақтан қазір отдел кадровтың сұрақтарына жауап беретін боламыз. Барлығымыз білеміз, бұған 2-ші левел және категория В, анау-мынау, и медкарта керек болады. И мен мына жердің бәрін 2x'пен өткізіп жіберетін боламын. Сүйді, біз армияға кірдік, және де біз 60 000 рубль алдық. Бұл 60 000 рубльді қалай алды десеңдер, мен осы 3-ші левелға жеткен кезде, бір адамның никін жазған болатынмын, ал сендер менің никімді жазатын болсаңдар, сендер де осылай 3-ші левелға жеткен кезде 50 000 рубль ала аласыңдар. Ал жаңағы 10 000 рубльді қалай берді десеңдер, бұл мен квест орындаған үшін. Енді біз қазір фракцияға барып, ана пароммен бариганы орындап тастайық. Мінекей біз қазір осы жерден өзіміздің киімімізді ауыстырамыз, сосын киім ауыстыратын жер өзгеріп кеткен мына фракцияда. Қазір біз дежурныйға барамыз. Мінекей дежурныйға келдік, және де бұл жерде бізге 2-ші рангқа көтерілсін дейді. 2-ші рангқа өткен осы ответтерін бәрін көрсетпеймін, өйткені ол сендерге по-любому скучно болады, сондықтан бұның бәрін өткізіп жіберетін боламын. Біз енді 2-ші рангты алдық, эфиритор, доступный, біз енді мынаяқтан біздегі барон мен барига қайда достар? Бізді уже мына көргендеріндей авнова болғаннан кейін осындай қылып өзгертіп жіберді, яғни фракцияны. Мынаяқтан енді біз бір задание алып көрейік. Соңында бізге бір призы бар екен. Осы 5 заданияның ішінен мен проверка вишканы таңдадым. Яғни біз қазір вишкаларды тексереміз. Осы жақта 8 вишка бар екен. Сол мына жерде орын бермей жатқан десе, маған мынаяқтан айналып өте салайықшы. Қазір біз далаға шығып, сол 8 вишканы қарап келетін боламыз. Айтпақшыдай, мен сендерге бір затты айтуды ұмытып кеттім, яғни қазір оны экранға шығарам. Если сендер осы фракцияның заданияларын күнделікті жасап отырсаңдар, яғни бір күнде 2 рет жасауға болады. Сол 2 жасаған кезде бізде примерно 40-ын ала аласыңдар, осындай 40 монетаны. Соның арқасында сендер осындай машина сатып ала аласыңдар. Яғни сендерге совет етемін, яғни осы фракцияның нелерін жасауға заданиялар. Өкінішке орай, менің осы 3 задания орындаған кезімді мына менің записім қойып видеоға түсіретінім, ол түсірілмей қалыпты, яғни өшіріліп кетті, андай автоматически телефон қатып жатса. Мінекей енді бізде қалған 2 задания бар, соның 2-ін енді орындап сендерге көрсететін боламын. Осыларды қарап, қалай жасайтынын үйреніп алыңдар. Бізде Blackrush'ның өзі осы әр заборға қызыл метка қойып береді. Сендер сол заборды тексеріп, осындай отпечатка пальцаны басып, сөйтіп жүресіңдер, әр нәрсені осылай істеп шығасыңдар, болды. Уже бізде 2 қалды. Мына жерге енді бара береміз. Мінекей мынаяқта бір адам тұр, сондай андай несі службасы ма, көп сондай, достар, мына жерде маған кнопка шығу керек еді, қазір шықпай жатыр, достар. Не болып тұр? Мына жерде баг па десем, мені ойыннан лақтырып жіберді ғой. Ойынға қайтадан кіріп, жаңағы заданияны орындап, бірақ оны видеоға түсірілмей қалдым. Мына жақта бізде осындай химиялық заттармен айналысып жатырмыз, яғни азот десе азотты құямыз, анау-мынау, осындай бізге заводтағыдай не береді, осындай көмпешік, нән. Осындай посылка десем де болады. Сол посылканы біз осы ар жаққа 3 рет апаруымыз керек, сол кезде біздің заданиямыз орындалады.
Так, біздің бірінші посылкамыз кетті, және де так, біз екінші посылканы әкеліп жатырмыз. Және де бұл соңғысы, яғни үшіншісі. Және осы үшін бізге 10.000 рубль берді. Жаңа мен сендерге айтқан болатын, мен ойыннан лақтырып жіберді деп. Сол ойыннан лақтырған жіберген кездегі моменті, мен сол жұмысты доказ жасап тастадым. Маған сол кезде так жатты қарап жүрейік. В общем, 30.000 рубль берді. Біз осы арқылы біз қазір ақшамызды 152.960 рубль қылып алдық. Енді осындай заданияларды орындап, сендер де дами аласыңдар. Келесі бөлімдерде может біз өзімізге темір тұлпар алып қалуымыз мүмкін. Оны сендер алдағы уақытта өздерің көретін боласыңдар. Білем достар, видео өте қысқаша болды, но сонда да осы видео лайкқа тұрарлық деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көрген жандарға үлкен рахмет айта отырып, бүгінгі видеомды аяқтаймын. Всем удачи, всем пока.